Арма ардақты әлеумет. Назарларыңызда жаршы ақпараттық апталығы. Сіздермен бірге мен Нұрлан Тәшінтегі. Апта ағымындағы айшықты жаңалықтарды айтайын. Өткен жылдың қараша айында Батыс Қазақстан облысы Ақсай қаласы полиция бөлімі 15 жастағы қыздың жоғалғандығы туралы хабарлаған еді. Жедел іздестіру тобы жасөспірімнің Ақсайлық 29 жастағы деструктивті діни ағымды ұстанушы азаматпен бірге тұрып жатқандығын нақтылады. Алайда табылған қыз туғандарымен кездесуден бас тартты. Ал кәмелетке толмаған қызды жыныстық қатынасқа итермелеген азаматтың үстінен осы жылдың 6 сәуірінде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 122 бабы 1 тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Діни мазмұндағы кітаптарды ресми, заңмен бекітілген кітап сататын орындар ғана сата алады. Солай бола тұра, аталған діни әдебиет материалдарды интернет ресурстар арқылы сату фактілері де кездесіп отырады. Бұл жағдайларда Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 490 бабы бойынша жеке тұлғаларға 50, ал заңды тұлғаларға 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Хабарымызды жалғастырамыз. Ұрлықпен айналысқан деструктивті діни ағымды ұстанушы ұсталды. 31 жастағы Арал ауданының тумасы ірі дүкендердің біріне терезесін сындырып кіріп, 1 миллион теңгеге жуық ақшаны алып шыққан. Аталған факті бойынша іс қозғалды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қызылорда облысы Арал ауданының тұрғыны сауда үйінің біріне ұрлыққа түсті. 31 жастағы азамат дүкеннің терезесін сындырып кіріп, касса мен терминалдан жалпы сомасы 930 мың теңгені жымқырған. Оқиға орнына жеткен полиция саусақ іздерін алып, қылмыстың ізін суытпай күдіктіні ұстады. Өзгенің мүлкін иемденген Сексеуіл кентінің азаматы болып шықты. Ол деструктивті діни ағым мүшесі. Бұл факт бойынша қылмыстық кодекстің 188 бабымен қылмыстық іс қозғалды. Арал ауданының тұрғыны өзінің иелігіндегі сауда үйінің терезесін белгісіз тұлғалар бұзып кіріп, 930 теңге ақшасын ұрланғандығы жөнінде арызданған. Жүргізілген жедел шаралар нәтижесінде Арал ауданының 2 тұрғыны ұсталып, оның біреуі деструктивті діни ағым ұстанушы екені анықталды. Қазіргі таңда күдікті тұлғалар өздерінің кінәсін толығымен мойындап, олар Арал аудандық полиция бөлімінің уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеу амалдары өз жалғасын табуда. Облыстық дін істері басқармасы, білім басқармасымен бірлесе 10 мыңнан астам оқушыға діни ұстанымы мен көзқарасы, шетелде діни білім алу туралы ойын анықтау үшін әлеуметтік сауалнама жүргізді. Сауалнаманың нәтижесін сараптау мақсатында онлайн форматта басқосулар ұйымдастырылды. Басқосуда білім ордаларының ұстаздары тарапынан қойылған сұрақтарға дін мәселен зерттеу орталығының басшылығы жауап берді. Көзі қарақты көрермен, ойлы оқырман. Көмбесір YouTube арнасы сіздер үшін арнайы ашылған ақпараттық танымдық жоба. Арнада ұлт тарихы, ұлттық құндылықтар, қазақтың салт дәстүрлері насихатталады. Көмбесірдан сыр сұхбат, жыр жақыт, поэзия патшалығы, көнелер көзімен, сыр сандық және жаршы бағдарламаларын тамашалап, рухани күш-қуат алыңыз. Бағдарлама соңында қосымша ақпаратты назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі 26 және 30 сәуір аралығында Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті дін саласында маманданған журналистер үшін оқыту курсын өткізеді. Оқыту курстары онлайн форматта Zoom бағдарламасымен өтеді. Егер бұл курстарға қатысуға қызығушылық танытсаңыз, төмендегі байланыс телефонына хабарласуға болады. Арнамыздың тұрақты көрермендері, жағымды жаңалықтармен қауышайық. Келер жұмада жүздескенше.